Сәлематсыңдар ма оқушылар? Қалдарың қалай? Денсаулықтарың жақсы ма? Сабаққа дайынбыз ба? Ендеше әдебиеттік оқу сабағымызды бастаймыз. Бөлім сәулет өнері. 40-шы сабақ. Тақырыбы мақтанышым, астанам. Оқу мақсаты шығармашылық жұмысын сурет, сценарий түрінде ұсыну. Бүгінгі сабақта біз Ермек Өтетілеуұлымен танысатын боламыз оқушылар. Ермек Өтетілеуұлы 1938 жылы Ақмола облысы, қазіргі Астана қаласында дүниеге келген. Балаларға арналған ең күшті адам, әдептілік, биік үйдің балалары атты кітаптары бар. Ол 2006 жылы дүниеден озған. Біз бүгін Ермек Өтетілеуұлының «Мақтанышым, астанам» өлеңімен танысатын боламыз. Алтын арқа даласы, жасыл есіл жағасы, қанат жайып құлпырған, аспаны ашық қаласы. Болашаққа бастаған, шарықтайды асқаған, ел ордасы отанның, мақтанышым, астанам. Қызу еңбек қайнаған, алып құрылыс айналам, ғимараттар ғажайып, шоқтығындай байдалам. Батыс, шығыс сергері, үйлескендей өрнегі, Астана алып көрмесі, әсем сәулет өнері. Оқушылар, өлеңді мәнерлеп, тыныс белгісіне тоқтап оқимыз. Өлеңді тез жаттау үшін біз көз алдымызға елестету арқылы тез жаттауымызға болады. Адам ес сезу арқылы, мұрынмен, көзбен көру арқылы, құлақпен есту арқылы, қолмен ұстап сезу арқылы сеземіз, е? Осы сезім мүшелері өте алғыр. Біз бүгін «Мақтанышым, астанам» өлеңін суреттер мысалға келтіре отырып, яғни көзбен көріп, жаттап көрелік. Мақтанышым, астанам. Алтын арқа даласы, жасыл есіл жағасы, қанат жайып құлпырған, аспаны ашық, астанам. Болашаққа бастаған, шарықтайды асқақ ән, ел ордасы отанның, мақтанышым, астанам. Қызу еңбек қайнаған, алып құрылыс айналам. Ғимараты ғажайып, шоқтығындай байдалам. Батыс, шығыс зергері, үйлескендей өрнегі. Астана алып көрмесі, әсем сәулет өнері. Неке осылай оқушылар көз алдымызға елестету арқылы жаттасақ, ұмытпаймыз. Есте сақтауға оңай. Сондықтан да әрбір өлеңді жаттаған кезде көз алдымызға елестете отырып жаттаймыз. Осымен сабақ аяқталды оқушылар. Сау болыңдар.